Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Қазір мынау қаладағы қалың қаптаған кептеліс кейде ашуландырып жібереді өзімізді. Сізге қалай әсер етеді екен? Жоқ, ашуланбаймын. Тәртіпті жүргізушісіз ба? Тәртіптімін ғой. Заңға бағынамыз ғой. Жол ережесін бұзбайсыз ғой, иә? Бұзған емеспін. Қандай тамаша. Қазір енді мына сергек деген пайда болды. Знактар тұр ғой барлық жерде. Қазір Мейір 60, Аль-Фараби 80. Белгілеріне қарап, жол ережесін сақтап жүресіз. Қазақ радиосын тыңдайды екенсіз? Иә, қоям. 101 FM. Бұл өте қуанышты жағдай біз үшін. Гүлмира қашан сөйлейді де отырам тыңдап. Иә, күтіп отырасыз ба? Иә. Болат аға, өзіңізбен әңгіме дүкен құрғанымызға өте бақыттымыз. Бүгінгі алғашқы бағдарлама қонағы болғаныңыз үшін алғысымызды айтамыз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Шаршамай жүріп жатсыз ба? Жүріп жатырмыз, Алланың күшімен. Бәрекелді. Алдымен әңгімемізді балалық шаққа саяхаттаудан бастайықшы, Болат аға. Мен Ушқонор тауында өстім. Өзіміз мына тұрған 1960 жылы школға барғанда сол таудан. Оған дейін тауда өстіңіз? Тауда өстім, бірінші классқа дейін. Онда 8 жаста бардық қой школға. Ушқонордан төмен таудан түскенде мен орысты көрген жоқпын вообще. Ол жақта екі орыс болған, Варченко и Лепшин деген. Шаштары қап-қара, қазақша сөйлейтін. Мен ойлағам, өзіміз сықылды екен ғой деп. Мына осы Шамалған ауылына келгенде сонда бірінші көрдім орыстарды мен. Шаштары сап-сары, көздері көкпек, оларды көріп мен қашатынмын мен үйге, қорқып. Баяғыда балаларды орыс келе жатыр деп қорқытушы еді. Мен де сол. Солай болды. Ата мен әженің құшағында өсіп келдіңіз, ауылға келдіңіз, мектепке бардыңыз. Сол бір сәттерді еске алайық. Біз қандай оқушы болдық, қандай бала болдық? Мен енді айтуға, жұрттың бәрі біледі ғой, ол Шамалғандағы. Мені жаяу школға барған емеспін. Мені 4-ші классқа дейін көтеріп алып барып, школға дейін көтеріп алып келеді. Қыста атам шанамен апарып, шанамен алып келетін. Мен жаяу үйге келмейтін, жаяу школға бармайтын. Ол көтеріп жүретін. Сонда апам көтеріп келе жатса, орамалдар ұзын ғой ол кісі. Орамалдың астына басым тығып, кішілер көрмесін бетінде деп. Құлағына сыбырлап жатып, біреу сұраса ауырып жатыр деп. Сонда кісілер сұрайды ғой, бәйеу, мынау не балаң көтеріп келе жатсың десе, ауырып қалды, бәрі күледі. Уже 4 жыл болды ғой, жүргенде тек жазылмайтын ауыр екен қойды. 4-ші сыныпқа дейін арқалап жүрген бала. Соның 5-ші басқа школға аударылдық. Сонда айттым апама, келмей ұят болады деп есередім ғой. Онда да келе берсең айттым мен, енді артымнан келсе мен школға бармай қоямын деп. Сөйтіп қойдырдым. Яғни сіз 4-ші сыныпқа дейін анасын емген бала болып тұрсыз ғой? Иә, солай болдым өзімде. Сөзбен айтқан кезде. Иә, солай болды. Қазақтың қаншама ерке балалары солай болған ғой. Енді өзіңіз сол ата мен әженің құшағында өсіпсіз, иә? Бүбай апамыз, Мәмбетбай атамыз, ол кісілерді өмірден жоғалту да сізге оңай болмаған шығар. Қиын болды. Мен оларды өте жақсы көрдім. Шыны керек, олай туған баласын өйтіп ешкім еркелеткен жоқ қой деп ойлаймын әлі күнге дейін. Көргенде жоқ, естігенде жоқ. Жалпы әкеміз бен анамызды біз халыққа кеңірек таныстырайықшы, ол кісілер қандай адамдар еді? Суық салмасы болатын, әкемде де, шешемде де. Өте қалжыңбас кісілер болатын. Достармен өте қатты әзілдесетін. Ол есімде бәрі. Өзіңіздің қалжыңқойлығыңыз сол әке анаңызға тартқан екен ғой? Солай деп ойлаймын. Әзілді жақсы айтып қоясыз, көңілін көтеріп отырасыз. Әзілді өте жақсы көремін. Қалжыңды, әзілді. Әлі күнге дейін сол достармен бірге отырсақ, әзілдеп, қалжыңдап, бәрін көңілін көтеріп отырамын. Достарыңыз жайлы айтып беріңізші, балалық шақтан келе жатқан достарыңыз. Енді бірінші класстан оқыған
достарым, класстастарым бар. Енді ер адамнан бірінші класстан оқыған үшеуміз қалдық. Балалық шақтан бірге өскен үшеу қалдық деп отырсыз. Біразы Енді бар достарым, бірге оқыған балалар бар ғой. Өмірден кеткен достарыңыз да бар. Көп қой. Көбісі кетіп қалды. Оңаша отырған кезде ол достарды сағынасыз ба? Есіңе түседі ғой. Дос деген енді қалай түсінуге болады? Қиын ғой табу. Дос деген адам ол бауырдан жақын болып кету керек. Соның бірі біздің Мақпал апайымыз. Ол кісімен енді мен талай жыл таныспын. Енді шынымен ақ ол кісі маған дос болып кетті. Кейбір айтады ғой, ой, әйел ер адаммен дос бола ма деп. Қалай дос болады. Кейбірі ойлайды, бұл достық анау шығар деп, ол қателеседі. Мен шын ниетпен доспын. Медей деген қызына өзім өкіл әкемен көмектесіп тұрамын қолымнан келгенше. Ол Мақпалда менің көп ештеңе сұрамайды. Мен өзім байқаймын ғой, көріп жүремін. Анда-санда барып көмек керек кезде беріп қоямын. Көп жағдайда кісілер кейбірі ойлайды, мынау ой Мақпал жақындап кетсе жүріп кетті дейді ғой. Жүріп кетті деп ойлайды. Олай емес. Шын ниетіммен дос ретінде қабылдаймын. Ол да мені сол дос ретінде қабылдайды. Енді аға, сіздің өмірге келген күніңіздің өзі де бір ерекше күн екен. 23 наурыз. Ал халқымыз біздің 22 наурыз ұлыстың ұлы күнін тойлауды бастайды. Туған күніңізге ерекше мән бересіз бе? Жоқ, шынымды айтсам, мен өте көп нетпеймін. Ана балаларым ересек қой. Солар істейді. Істеме десем де істейді. Жыл сайын уже істемейін десем де кісілер толып кетеді. Сізге тосын сый жасайды ғой. Қаптаған өсек аян, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Таңертең ерте тұрған еркектің бірісі артық дейді ғой. Жұмысымызды, қызметімізді неден бастаймыз? Таңғы 6-ға 10 минут қалған кезде. Енді қағаздар болады ғой, мен қол қойып бәрін беріп жібердім. Енді бак, посетительдер келеді, кісілер келеді. Солармен сөйлесем, бағана бірнеше адам келіп кетті. Бірнеше адам қабылдап үлгердіңіз бе? Керемет. Енді 30 жылдан бері қызметтесіз ғой, қарап отырсақ, еңбек өтіліңіз сол 30 жылдан асқан шығар. Асып кетті ғой. Асып кетті, тіпті 40 жыл деп айтсақ та жарасады. Алдымен сол еңбек жолыңыздың неден басталғанын әңгімелейікші аға. Ең бірінші мен кішкентай кезімде, школда оқимын ғой, каникулда енді атам апамның ақшасы жетпейді, өзіміз балақушы шөпті өйтіп бүйтіп, соның стройкада істедім 8 класста. Неде каникулдарда. Сонда ол стройкадан ол кездегі мен 200, 280, 300-ге дейін ақша алып келетінмін. 8-ші сыныпта? Сыныпта, 3 айлық каникул стройкада. СДСУ 35 деген стройкада істедім. Сенің көйін өз киімімді өзім киіп, сатып алып, қыстық, жаздық киімдерді өзім алатымыз, сол ақшаға үйге көмір, отын бәрін түсіріп қоятын қысқа. Ауыстыралық тимесін апа атама деп. Еңбек жолыңызды, яғни сіз 8-ші сыныптан бастап отырсыз. Сыныптан бастадым. Ең алғашқы алған жалақыңыз 200 сомнан басталды. 200 сомнан ал, енді кішкентай кезімде 5-6 класста ол балақуша тарттық, одан жасырақ кезім. Атпен онда 5 сом, 3 сом солай алатымыз. Ал 8-ші сыныпта басталған жұмыс ары қарай қандай қызметтерге ұласты? Ол ары қарай енді мектеп бітірдім. 1970 жылы сенен әскерге кеттік. Яғни сіздің еңбек жолыңыз балалық шақтан басталған екен ғой. Балалық шақтан. Жаңа әскерге кеттім деп айтып жатырсыз. Сол әскердің алдында сіз Теміртау қаласында еңбек еткеніңіз бар екен. 70 жылы шақырды ғой комсомольский путевкамен. Мен сонда сояққа барғанмын. Бір жыл сол жерде жұмыс істедік. Онда да Карагандинский металлургический комбинатта. Ол кезде ағаңыз Қарағандыда болатын? Теміртауда. Металлург болып еңбек етеді? Жоқ, онда ол первый секретарь горком комсомол болатын. Еңбек жолы. Ағаңызға барып, қасында бір жағы көмекші болу үшін де жүрген шығарсыз? Болдым сөйледі енді. Ол кісі енді өзі ұқсап мені металлургический комбинатқа, Карагандинский металлургический комбинатқа жұмысқа алды. Ең бірінші сол көмекші металлург боласыз ба деді. Көрсетті, қорқып бармай қойдым өзім. Айтым, бұл жұмыс рахмет, өзіңіз істепсіз.
Сонда жетер біреусі деген деп. Бір үйге бір металлург Жетет дедім. 71 жылы әскерден қайта оралдық. Шамалғанға келдік пе? Жоқ, Теміртауға келіп мен учеттен шықтым ғой. 70 жылы. Содан кейін Шамалған келдім. Енді апам жалғыз болды ғой. Иә. Соның жанында болайын деп Шамалғанға қайтып келдім. И 73 жылдан бірге жұмыс істедім мен. Содан кейін 74 жылы ана Үштөбе қаласындағы жаңа Пермай деген совхозында ортаншы марқұм ағам тұратын. Сол жалғызым деген соның жанына бардым. Ол жерден енді көп жүрген жоқпын. 74 жылы 4 декабрьде осы әйелімді алып қайтып келдім Шамалғанға. Иә, әр жұмыстың дәмін татқан екенсіз. Жалпы сол әрбір қызметтің өзі кішкентайдан басталып, үлкен биіктікке ұласады ғой. Ұласып кетеді. Содан кейін ол тағы 76-да ма совхоз Шамалған совхозына ең бірінші шофер болып кірдім. Содан кейін механик болдым. Содан кейін механиктан замдиректор болдым. Замдиректор болып істегеннен кейін Қаскелеңдегі хлебзаводқа замдиректор болып бардым. Одан кейін 1989 жылы бизнеске кеттім. Бизнесім мына Южно-Казахстанскийдан бастадым. Шардара, Жетісайдан. Содан 89 жылдан бері бизнестесіз. Бизнестен, Бәрекелді. Қаншама жылдардың жемісі әлі де жалғасып жатыр. Қаптаған өсек аян, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Алдымызда альбомдар тұр, өткен күндерді еске алатын суреттер. Альбомды жиі парақтайсыз ба? Қараймын. Еске түсіріп, ойланған кезде ойланып отырасың. Есіңе түседі, жақсы суреттер бар ішінде. Соны естіп күлесің, есің аласың. Қазір сізге бір шағын сұрақ жауап жасасам, мына сәт бірінші классқа барған кезім ғой. Бірінші сынып кезіңіз. Бірінші сыныпқа барған кезде қорққан жоқсыз ба? Енді ата мен әженің жанынан шыққан бола. Әлде батыр болдыңыз ба, атаман болдыңыз ба? Жоқ, көтеріп барды ғой мені. 4 классқа дейін көтеріп жүрген кезім ғой. Яғни дәл осы сәттен бастап 4 сыныпқа дейін сізді көтеріп жүрді. Ал мынау біздің қай кез? 2-3 класс бекі солай ғой. Сол кезде де суретке түсу болды ғой мен. Көп жағдайда осы суретке түсу, сурет жоқ. Біздің ауылда өте көп тұрды ғой, неше түрлі ұлттардың дейін. Көп ұлтты. Ең бірінші әкеміз бізді төменгі көше тұрды. Қазақсы ауыл дейді. Шамалған өзі бөлінеді. Сонда әкем мен оны жоқпын. Үлкен аға ғана бар. Сонда осы жерден үй сапты ғой, жоғары жерден. Мен ана қазақ ауылдан орыстарға алып келдім. Көшенің бәрі орыс болды. Балам орысша білмей қалады деп, осы жер көшіріп алып қойдым ғой. Бәріміз орысша. Онда мен жоқпын, сол мамам сөйтіп айтады, папамды орысша үйренсін деп. Мына кезіміз қай кез? Бұл 7-ші класста. 7-ші сынып оқып жүрген кез. Кәдімгідей жігіт бола бастаған кезіңіз. Мына суретіміз? Бұл сурет әскерден кейін. Әскерден кейінгі? Мынау 74-ші жылы осы сурет. Жалпы есте сақтау қабілетіңіз жақсы екен. Біз көп жағдайда суретке түсіп алып, қай кезде түскеніміз есімізге түсіп алып. Үйленген жылым ғой, сол прическама қарап көріп, жейдемді айтып отырмын. Үйленген жылдағы суретіңіз. Қаптаған өсек аян, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Осы махаббат деген дүние бар ғой. Өзіңіздің асыл жарыңызбен отбасы, отау құрған сәтіңіз, алғашқы кездескен сәтіңізді бір еске алайықшы. Мен онда әскерден келгеннен кейін ортаншы марқұм ағам сатып алды. Үштөбеде 1 май деген совхозда тұратын.
Үштөбеде водитель болып жұмыс істедім, шофер болып. Бауырым екеуміз. Содан совхозда осы Гүлжанды кездестірдім. 1974 жылы 4 декабрь күні осы Шабалғанға алып келдім. Оның күнін бәрін жақсы білесіз. Иә, білем ғой. Қанша ұл сүйдіңіз? Гүлжан екеумізде 2 қыз, 1 ұл. Ал енді бүгінде қара шаңырақтың отын өшірмей отырған, сол қара шаңырақты гүлдендіріп жайнатып отырған біздің Гүлжан апамыз ғой. Иә. Араларыңыздағы махаббат әңгімесі бүгінде достық, сыйластыққа ұласқан шығар. Ол енді мінекей скоро 50 жылға жақын қалады ғой. Уже қарасынан ақ түсінеміз ғой бір-бірімізді. Не айтайын деп отқанын білесің, мен не айтайын деп отқанымды түсінеді. Қабақтан, жанардан. Жанардан, ол енді өзіңе бір ана ұқсап кетеді екен ғой. Еркелейсің оған. Ол енді несін айтайын. Ондай адамды мен тегі шын айтам, әлі кездестірген жоқпын. Бір сөз айтқан емес осы уақытқа дейін. Әлі күнге дейін бір ауыз сөз айтқан. Әлі күнге дейін айтқан жоқ. Ең басты аман болшы деп. Аман болшы дейді. 17 әйел, 33 әйел деген түрлі сандар кетіп жатыр ғой бұл адаға. Онда енді 33, 20, 45, 6 деген жоқ. Енді шыны керек қой. Біз мұсылманбыз ғой. Құран бойынша тұрамыз ғой. Иә. Мұсылмандар 4 әйел алу керек. Шамасы келсе. Шамасы келсе. Ол әйел алу мақтаныш емес қой, бірақ ойласам. Кейбіреулер 2-ші әйелім бар, 4 әйелім, 5 әйелім бар дейді. 1-ші әйелін тығылып барып неткен ол өмір емес деп ойлаймын. Жасырмай істеу керек қой бәрін. Ашықтан ашық, жариялап. Және бәріне қамқор болу керек. Бәрін бірдей істеу керек. Балаларына бәрі бірдей қалу керек. Солай 1-ші әйелін ол бәрін білу керек, айту керек. Мен солай деп ойлаймын. Гүлжан апамыз хабардар. Бәрі хабардар, бәрі. Әке ретінде жалпы ұл-қыздарыңызға қандай тәрбие бердім деп айта аласыз? Кішкентайынан өзім барадым, өзім тамақ жасап беретінмін оларға. Қандай тамақтар жасап беруші едіңіз? Бәрін білемін мен. Қолыңыздан бәрі келеді, тамақ жасау? Бәрі келеді. Кез келген уақытта дайындай бересіз? Дайындай беремін, просто қазір соңғы кезде енді жас келдім бе, нетпеймін ғой. Енді аға, өмірде бәрі тамаша, бәрі керемет болған жоқ қой? Қиындығы да болды. Қиындығы болды, мен бәрі ойлайды ғой деп, мен осы уақытқа дейін бәрі айтады ғой, үлкен ағасы көмектесіп жатыр, бауыры көмектесіп жатыр деп. Мен айтып отырмын, қазір осы үлкен кісі еститін шығар бұл бәрін. Мен ол кісіден осы уақытқа дейін бір жұмыс істеп көрген жоқпын. Мен ана жерде жұмыс істегім келеді деп. Ана басын жұмыс істесе фамилия да жетеді дейді ғой. Ары қарай өзім алып кеттім. Яғни сіз ағаңызға ауыртпалығымды түсіргем жоқ. Осы жерде бір аға мен інінің арасындағы сыйластық. Ол кісі маған әкедей болып кетті ғой. Иә. Әкедей болып кетті. Ол кісі даже кел кезде үйге звондап, телефонды алып отырып, орнына тұрып кетемін мен. Қуанып кетесіз ғой. Иә, тұрып жүріп кетемін. Бір орында отырып сөйлесе алмаймын. Жұмысқа да звондап қалады, ат тұрым орнына. Ол сыйласымдық деп ойлаймын, ол қорқандық емес, не емес, бауыр сыйласымдық. Қаншалықты жиі көрісіп тұрасыздар? Енді ол кісі елдің адамы. Жоқ, мен елдім деп жүрген жан. Өзі сағынып кетсем, бара салам мен. Кез келген уақыт. Өзі шақырып алады. Қаптаған өсек аян, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Енді Болат аға, қазақтың белді азаматтарының бірісіз ғой, ел үшін қаншама жұмыстар жасап жатырсыз. Әрине, бірақ сіздің басқалардан ерекшелігіңіз, оны ешқашанда насихаттамайсыз, айтпайсыз. Бірақ әрқашанда ел үшін түрлі шаралардың бастауында жүресіз. Жақында естідік, осы Қарасай ауданынан шыққан танымал азаматтар, меценат азаматтар барлығының басын қосып, бір үлкен қоғамдық қор құрыпсыздар. Яғни ұйым дейміз ба, оның мақсаты осы ауданнан шыққан. Иә, мен өзім оны осымен шақырайын бәрін шақырып ас беріп, сонда айтайын, бәріміз осы районда қанша бизнесмендер бар, бәріміз ақшаны жинап, осы кәсіпкерлерімізді көгертейік, халқымызға көмек тигізейік деп
шақырдық, қазір жақсы сол қор құрдық, счет аштық, кім қанша салды, не көмек бере алады, беріп жатыр. Сол енді көп көмек дейді, ал мына жерде спорт комплекс алдық, жақында ол өзіміздің ақшамызға салдырдық. Яғни сол қордың бастамасы? Жоқ, ол бөлек. Өздеріңіздің бөлек жасап жатқан дүниелеріңіз. Ол бөлек. Жалпы ел азаматтарының басын қосу қиынға соққан жоқ па сізге? Қиын болды. Кейбіреу түсінбейді, неменеге біз беруіміз керек. Мен айттым, ана бағдарда бар ғой, туған жеріңе туың тік дегендей. Енді біз көмектеспесек кім көмектеседі? Өзің бізге қалмайды ғой, әркім өзі алып кетпейді. Мына не қойып қоямыз, кім көмектескен жазып табылу. Немерен шөберен көреді оны деп. Сөйтіп түсіндіріп шақырдым, келді, көмектескенде. Яғни құрылған кәдімгідей қоғамдық ұйымның мына ауданға үлкен бір көмегі болып тұр. Көмек дейді ғой, ол бірінші осы Алматы облысында бірінші біз неттік қой дейміз сонда. Қазір ел-елде, жер-жерде осы сіздердің игі бастамаларыңыз, яғни сіздің идеяңызбен туындаған игі шара жалғасып жатыр деп естимін. Оның жағын енді білмеймін, істеген шығар, ол жақсы көмек қой районға. Әрине. Кішкентай ғана ауылдың өзін көркейту, ауданды көркейту, тіпті қаламыз, мемлекетімізді көркейтсек, ол жақсы ғой. Ол жақсылық қой. Халқымыз үшін, еліміз үшін, жеріміз үшін пайда. Келесі ұрпағымыз үшін керек қой ол. Ол біз сөйтіп кетсек, ұрпақтың есінде қалады, айтады, аталарымыз өткенде біз нау айтамаймыз деп. Олардың да ішінен біреуі шығарып давай сөйтейік деп. Соңғы уақытта салиқалы ұрпақ деген қоғамдық қор жайлы өте қатты жиі естіп жүрмін. Ол мына мүмкіндігі шектеулі жандарға баспана беру, жетім балаларға қолдау көрсету, олардың өмірге қанат қағуына ықпал ету, қаншама қайырымдылық әртүрлі салада жүріп жатыр. Ал осы салиқалы ұрпақ деген қоғамдық қордың сіздікі екендігін білгенде мен таң қалдым. Біз ашқанбыз ондай қорды, қазір Меккеге жібереміз, солдан жетім балаларға көмектесем, детский домдарға, соларға бәрін көмектесіп тұрамыз. 380 баланы жетім балалар үйінде өскен балаларға сіз әке ретінде қамқоршы болыпсыз. 18 жыл қарадып, бірінші кластан оны бітіргенше киіндіріп бәрін түгел оқуға түсіріп, оқуларын ақшасын төлеп жүрдік. Қазір біреулер жақсылық жасаса, жарияға жар салып, оны насихаттап жатады. Осыншалықты қаншама жұмысты, мысалы салиқалы ұрпақ қоғамдық қорының жұмысын өзі неге біз мен жасап жатырмын деп айтпаймыз аға? Оны айтуға болмайды шығар деп ойлаймын. Құранда да жазылған ғой, ол істеген жақсылықты айта берме деп. Сен оны айта берсең, өзіңді мақтағандай боласың, сен көп сөйленбеймін ол туралы. Яғни қазіргі таңда Болат ағамыз жайлы көп дақпырт әңгіме айтатындар біліп жүрсін, осындай қоғамдық қорыңыздың бар екендігін деп осы сауалды қойып отырғаным бар. Енді мен шет жағасын ғана айтайын, мысалы осы Шамалған ауылының өзінде мүмкіндігі шектеулі жандарға, яғни 18 отбасына тегін баспана сыйлады. Қазақ өнерінде жүрген өнер жұлдыздарының айтпай қойайық, қаншама жақсылық көріп жатқан. Мен өнер адамдарын өте жақсы түсінем. Ол біздің ұлтымыздың өнерін, мәдениетін көрсетеді деп ойлаймын да, оларға көбірек көмектесемін. Қай жерге барса да Қазақстанның туын көтеріп жүріп, өлеңін айтып, олар бізді таныстырады ғой елімізді. Сол үшін жалмаш көмектесемін. Олар өнер адамдар кейбіреу ойлайды, қойшы ол әртіс деп. Мен өйтіп ойламаймын. Олар адамды, өнер адамдары бізді өте жақсы түседі, нәзік болады олар. Адамдардың ол бәрін түсініп отырады, кім қалай ойымен отыр. Сол себептен мен өзім өнер адамдарын өте жақсы сыйлаймын, жақсы көремін. Қолына келгенше көмектесем, көбіне көмектестім, ол шын. Осы жасаған жақсылығыңызды кейбір адамдар дұрыс түсінбейді ау деймін. Енді мен жақсылықтың бәрін ешқашан айтқам жоқ, мен мынаны істедім, ананы істедім деп. Оның бәрін айта беруге ыңғайсыз. Ел енді қалай түсінеді, білмеймін елдің енді. Әрдің аузында не болмайсың ғой, қаппақ. Бәрі ойлайды, мен несін көріп жүрмін, халықтың ақшасын біреудің несін тартып, біреудің ала. Мен әлгінге дейін біреудің ала жүрдім, аттап көргем жоқпын. Ешкімнің ештеңкесін алғам жоқпын. Халыққа көмектескім келеді. Достарыма, өнер адамдарына, бәріне.
қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Қарасай батыр бабаңызға ескерткіш орнаттыңыз. Иә. Өзіңіз ғана. Өзім ғана. Бұрын кішкентай ғана несі болған. Бесқұлы кішкентай белінен. Сенің айттым, мынау атамызға болған қайсы шығар кішкентай. Үлкенді қояқ деп, сенің үлкен атқа отырғызған несімен орнаттық. Алла қаласа Көшек батыр бабамыздың 400 жылдығы деп жатыр. Биыл 400 жылдығы болады. Ол кісі енді біз көшекпіз ғой өзіміз. Соған үлкен бір ас берейін деп жатырмын. Құдай қаласа соны орындаймын енді биыл. Алланың күшімен. Бәріміз білуіміз керек қой. Қайдан шыққанымызды, қалай қорғағандарын. Қазақта батыр адамдар көп қой. Әр ұруда өз батырлары көп. Ол аталарымыз, батыр аталарымыз болмаса, біз осы жерді ұстап қаламыз ба? Ол ұрпақ үшін етті ғой кісілерді бұрын. Енді жақсылық жасауды көп адам енді атқара бермейді. Өзіңіз жақсылық жасаған кезде қандай күйде боласыз? Мен шынымды айтсам, біреуге жақсылық ол қуанады ғой, мен одан артық қуанамын. Жүрегіңіз қуанады. Иә, жүректің қуанышы, жүректің қуануы деген олды бір бақыт шығар. Қалай ойлайсыз аға? Өте бақыт. Болат қатыгез деген сөзді естіп қаламыз. Мен айтам, қалай сіздер сол сөзге қиясыздар деймін. Осындай сөздерді біз неге таратады екенбіз аға? Сіз өзі жалпы бір адамның артынан жаман сөз айтып көрдіңіз бе? Мен адамды жамандай алмаймын. Біреудің артынан бір рет әлі жаман сөз айтқан емеспін. Мен енді халықты өздері біледі ғой. Қалай мен біреуді жаман деп айтылам, білмей жатып. 4 рет қажылық сапарға барып қайтыпсыз. Үн-түнсіз осындай бір игі жасаған екенсіз. Жалпы сол қасиетті жерге барғандағы сіздің сезіміңіз қандай болды? Ол енді ол жерге барса, қалай түсінсем екен. Ол жерде шыдап тұра алмайсың, көзінен жас ағып кетеді өзімен өзі. Ауасы да бір түрлі ыстық дейді ғой енді, ыстық, бірақ ол жерде қатты терлеп неткен емес. Алланың өзі көмектесе ғой деп ойлап қалдым өзіме. Көзіңізге қайта-қайта жасалдым дейсіз бе? Иә, ол жерде жүрсең де шаршамайсың, жүре бересің. Аллаға сыйындыңыз. Сыйынасың ғой Аллаға. Не тіледіңіз? Аллаға не тілейсің? Бірінші шынды айтайын, осы Алла естіп тұрған шығар осы. Емесі елімізге тыныштық берсін дедім. Елбесіне денсаулық берсін дедім. Ең артынан өзіме бала шағыма тіледім денсаулықты. Иә, әлемнің барлығын шарладыңыз, төрткүл дүниенің барлығында болдыңыз. Сіз үшін ең қымбат? Ең қымбат өз ауылым, шамалғаным қымбат бәрінен. Иә, ауылыңызды ешкімге, ештемеге айырбастамайсыз. Айырбастағым келмейді. Мен де Алматыда тұрдым, жақын ғой Алматы бізге. 30 шақырым. Ол жерде де тұрдым, онда да шамалған кетем, қонуға ғана баратынмын Алматыға. Ертең кешке дейін осы жерде жүрем. Үнемі елдің ортасында жүресіз. Шақырған жерден ешқашан қалмайсыз. Әрқашан да сол той иесіне болсын, қуаныш иесіне болсын, бір мәртебесін көтеру үшін сол жерден табылып, тілегіңізді айтып, батаңызды беріп жатасыз. Енді тойға бәріміз барамыз ғой. Тойға барып біреудің жанына сүйрекке түскеннен кейін, сенен кейін өздерін көріп жүрген шығарсыздар. Инстаграмнан неден шыға келеміз. Ешкімнің көңілін қалдырмайсыз, суретке түсесіз. Өздері сүйрекке түсеміз дейді, сүйрекке түсіп аламыз да, ертеңгісін қарасам инстаграмда жүрем. Соның астында неше түрлі сөз кетеді. Оқисыз ба бәрін? Бәрін оқымаймын, қарамаймын да көп. Елден естимін. Сол жай ғана қуанышқа, тойға қонақ болып барам деп, сізді үлкен әңгімеге қалдырып жатыр. Иә. Бір жастармен түссең болды, сразу үйленді, алады осын деп шығарды кетіп. Өздері білмейді, мен сол басқа тойда жүргенім. Соған таңғалам мен. Яғни ешқандай дәлелсіз, дәйексіз. Дәлелсіз жаза беретін не. Оған өкпелемейсіз ба? Жүрегіңіз ауырмай ма? Не істейсің енді, адам жаза бергенде үйреніп кетеді екен, отыра берем. Кейбір кезде өзім көрмей қалсам айтам, мен ұмытып кетті ғой деп ойлаймын деп. Неге әлеуметтік желіге шықпай қалдым деп ойлайсыз ба?
ойламай жоқ болып кеттім ғой мен де. Иә. Бір өзіңіз де айтып едіңіз, өзімде жоқ суреттер, өзімде жоқ видеолар, Солар қаптап жүр деп. Қаптап жүр. Иә. Әлеуметтік желіде билеп отырған отырсыңыз. Бар, онда енді көңіл болсын деймін ғой. Бұлай енді барлық өзіміз енді бас қосы бәріміз отырақ, үндемей бүйтіп төмен қарап отырайықшы, біреу сөйлемей қояды. Сенің олардың енді көңілін көтерсің, өзің көңілің болмаса да бүйтіп қолымен нетесің, енді көңіл көтерсін деп. Тымпиып отырсам бәрі сөйлемей қояды. Билеген де жақсы ғой. Онда тұрған не бар, иә? Сөйлемесем, оның бәрі сөйлемей қояды, жанымызда отырған. Сенен кейін олардың нетпейінде көңілің болмаса да күліп отырасың. Өнер адамдар жайлы көбірек айтып жатырсыз, кімдерді сүйіп тыңдайсыз? Мен барлығын жақсы көремін. Қазіргі қазақ әндеріне көңіліңіз тола ма? Мен қазіргі жастарға емес, енді бұрынғы қазақ әндері бар ғой, соларды жақсы көремін тыңдауға. Сол орындайтын әншілерді де жақсы көремін. Енді ол тойда болады, енді, конечно, билейтін, оларды жақсы жастардың. Ал кейбір жастарды кім білмеймін ғой, мен көп түсінбей қалам. Или өзіміз жас уақытысынан ерксейіп бар жаққаннан кейін бе? Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Дүркіреген көкпардың ортасынан байқап қалдық сізді. Осы қазақтың ұлттық спорт ойындарына қызығасыз-ау деймін. Қазақпыз ғой. Кім жақсы көрмейді? Ат. Бәріміз жақсы көреміз. Өзіңіздің жылқыларыңыз бар ма? Ат бәйгілікпен айналысасыз ба? Ат бәйгілері бар менде. Жыл сайын біз өте жақсы бәйге аламыз. Жан-жаққа береді. Мешітке береді. Сатып, балалар үйіне береді. Мұқтаж жандарға таратылып кетеді. Таратылып кетеді. Адамға көмектесе берсең, пайда да көп келеді. Ол Алланың күші ғой деп ойлаймыз. Біреуге жақсылық істесең, екесе қайтады деген сол шын екен. Үнемі көңілді жүресіз бе, әлде кейде бір ашуланатын кез бола ма? Енді өмір бақи көңілді жүре алмайсың ғой, болады ғой ашуланатын уақыт. Енді ашуланғанда қатты не емес, мен қатты ашуланамын, тез қайтып кетемін. Қайтымыңыз тез бе? Тез. Ұзақ уақыт өкпелеп жүрмейсіз бе? Жоқ. Бір 15-20 минут көп болса. Бәрін ұмытып кетесіз. Бәрін ұмытып кетемін сен. Сен өзім шақырып алып, оны құшақтап бейім маған ренжіме деп, өзім ауырып қаламын мен. Кешірім сұрайсыз. Өзім біреуге айтып аламын да, сен өзім шын айтамын, ауырып бір түрлі болып қаламын. Сен өзім шақырып аламын айтып. Ренжіме өзің кінәлісің өтіп. Иә. Сізді сатып кеткен жандар болды ма, аға? Көп. Не үшін сатты олар? Өздерін сұрау керек қойды. Кешірдіңіз бе? Кешірмеген раққа барам. Сатқындық үшін? Кешірдім, әлі жүреді жанымда. Жақын тартпайсың өзіңе. Бірақ сезеді өзі де. Сезесің ғой, мен любой адам сезем. Шын ниетімен айтып отырмай, өтірік айтып отырмай. Оны сезім жақсы менің. Біліп отырмын, өтірік айтып отырғанын несін, бәрін түгел. Енді сіздей жанның жанында барлығы жүргісі келеді ғой? Дос деп санайды, жолдас деп санайды. Мен біреу сен жүрме деп ешкімге айтқан емеспін. Жүрген адамды итерген емеспін. Бәрі жүреді. Бірақ анда кейде солардың арасынан да мен ойлаймын, алыстан жау келмейді, жақыннан. Сол жақыннан келген жау жаман ғой. Көп қой ондай. Бастан көп кештім ондайды. Бәрін тек кешіре білдіңіз. Кешірдім бәрін. Өздерді сатып кеткендерді жанымда тұрады. Сыртынан сөз айтқандар да жанымда жүреді. Білем олар екен. Просто жанымда жүрген ғой, кет деп айта алмаймын. Жүре береді. Көңілдерін қимайсыз. Қимаймын. Сіздің тағда бір жақсы бір қырыңыз бұл өнерге деген махаббатыңыз. Туған ауылға деген құрметіңізден Үш қоңыр атты фольклорлық этнографиялық ансамбль құрдыңыз. Иә. Осы Қаскелеңде құрдық. Үш қоңыр ансамблін қазір 32 адам жерде жұмыс істейді. Бәріне орын тауып беріп, бәрін істеп бердім енді. Ары қарай өздері жұмыс істейді деп ойлаймын. Енді өнер, бизнес, өміріміз бар. Шаршап кетпейміз ба кейде, аға? Болады. Енді бірақ мұсылмандар айтады ғой, шаршадым деп айтпа деп.
болады ғой ондай жағдайлар. Шаршаған кезде сізге не күш қуат береді? Қайдан күш аласыз? Мына үйге келіп, кішкентай қызымды көрсем, соны забап кересін кейбір кезде сол алдынан шыққанда ашуың бәрі тарқап, солай болады. Бәрін ұмытасыз. Бәрін ұмытып. Әлі күнге дейін өзіңіз көлік жүргізіп, жан-жаққа жүре береді екенсіз. Алыс сапары бар, жақын жері бар. Мен айттым ғой, өзім 18 жыл жүргізуші болып жұмыс істедім деп. 18 жыл. Қазір өзімде машина айдап жүре берем. Бірақ өзім көбінесе өзім жалғыз жүрген жақсы көрем. Өзім рөлге отырып, Шымкент, Тараз, Қызылорда, Семей өзім рөлге отырып жүре берем. Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Жалпы өмірдің өзі қайта-қайта айта береміз ғой, жақсылықтан, жамандықтан тұрады. Сізге біреу қиянат жасауы мүмкін, тіпті өлім тілеуі мүмкін. Мысалы, кейде ел арасында естіп жатамыз, сізге қару-жарақ кезелді деп. Жоқ, ондай маған өйтіп қару-жарақ етіп неткен емес. Білмеймін, өзім жалғыз жүрем. Түнде де, күндіз де біреу келіп тиісе, өйтіп бүйткен емес. Мен олай өзім біреудің жолын аттап өтетін болсам, жалғыз жүрмейтінім ғой. Әрине. Мен ылғи жалғыз жүрем. Күзет болатын еді ғой. Ылғи жалғыз жүрем, түнде де. Ресторанға да жалғыз барам, тойға да жалғыз барам. Бақыт дегенді қалай түсінесіз? Бақыт деген қалай түсінеді? Жұмысың бар, бала-шағаң жұмыс істеп жүрсе, бәрі орында болса, тату-тәтті өмір сүрсе, достарың риза болса, халқымыз бай болса, одан артық бақыт бар ма? Қазір енді байқап отырсыз, азаматтарымызды, шүкір Алла тәуба, мен қазақпын дейтін жігіттеріміз бар ғой. Бірақ енді кейде құлағына сырға тағып, шаштарын бояп алатын немерелерді көрген кезде қандай күйде боласыз? Мен шынымды айтсам, оларды мен кінәламаймын. Мен әкешісін кінәлаймын, тәрбие бермеген. Жас кезден тәрбие берсе, ол жастар бұзылмайды деп ойлаймын. Жас кезден тәрбиеге байланысты, отбасындағы бірінші. Қазір жасыңыз 67-ге келді. Жылы сөзді кейде кімнен естігіңіз келеді? Әрине сіз күнде естіп жүрсіз ғой, мақтау сөзді де, беттету сөзді де. Мен жылы сөзді өз балаларынан естігім келеді. Өңгелері шын айтып отса да, шын ниетімен айтса да, ал балам ол шын ниетімен айтады ғой, шындығын айтады. Баланың жылы сөзі ең қымбат сөз. Ең қымбат сөз дейді. Енді қымбат сөзі анамыз жоқ қой. Сатыбалды ағаңыз өмірден өтіп кетті. Өтіп кетті 34 жасында. Қайрат онда 2-де 3-де болады. 3-де ме 5-де ме қайтыс болды. Аға бейнесін сағынатын шығарсыз. Сағынасың ғой, бауыр. Бауырдың аты бауыр ғой қанша. Ағаңызбен жеңгеңіздің қолында болдым дедіңіз, е? Марқұм ағамның. Светлана апайымыздың. Әскерге дейін үлкен ағаның қолында болдық. Әне папамызға деген махаббатыңыз? Оны ортамыздағы жалғыз ақпан ғой. Оны мен шыны керек болса қазір өз анамдай сыйлаймын. Анам орнына ана оқыған кісі ғой. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Сізде арман бар ма, жоқ па? Өз балаларым, бірінші өзімнен бастайын. Өз қызылдарым, халқым деген жүрегі болса екен деп ойлаймын. Аналарына, ағаларына махаббаты мол болса екен деп ойлаймын. Таңертең оянасыз, көзіңізді ашасыз. Нені ойлайсыз? Ең бірінші мен көзімді ашқанда Аллаға сыйынам. Осы оятып, осы күнді көрсеткенге мың құлшылық істеймін Аллаға. Осы оятып, осы таңды көрсеткеніне, өнен кейін өзіміздің отбасымды көргеніне, достарымды, елді, тыныштықты көргенде, оның басқа не керек енді бізге? Қазір байқап отырсаңыз, өзіңізге небір әңгімелер, сөздер айтылып жатыр. Жаңа айтып отырсыз ғой, әлеуметтік желіде шықпай қалсам біртүрлі болып қалам, мен неге шықпай қалдым деп. Сондықтан да
соның барлығына шыдап жүрген, төзіп жүрген, халқыңызға еркелеп жүрген шынында да Болат екенсіз. Болаттай мықты бол деген сөздің өзі адамға бір күш қуат беретін сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді күш қуат береді ғой, өзіңе берік болсаң, ұстамды болсаң, халқымен де жаза береді ғой, бәріне қалай айтамын, жазбаңдар деп. Өздері біледі, Алла көріп тұр ғой. Ең басы төбеде бір Алла. Бір Алла бар, бәрін көріп тұр ғой. Өз жазғандар өздері кейін түсінер. Өкінішіңіз жоқ? Өкінішпеймін, оларға ренжімеймін. Өз сана сезім солай болса не істеймін? Кімнің аузына қақпақ боламыз деген бір ауыз сөз. Жақсы, әңгімеңізге рахмет. Алла денсаулық берсін. Рахмет. Аман жүре беріңіз. Барша қазақ еліне, барша мынау сізді, бізді көріп отырған көрермен қауымға ақ тілек, ақ батаңыз. Не дегенмен ақсақал жасқа жеттіңіз ғой. Енді бәріне халқымызға, елімізге тыныштық берсін Алла тағала, елбасына денсаулық берсін. Осы халқымыздың бәріне зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт тілеймін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Ал амандықта кезге. Өзіңізге ұнады ма? Қателік бар ма? Білмеймін ғой. Жақсы, ағам сөйлеп берді. Қадірлі көрермен, шынайы әлем айна арнасына жазылыңыздар. Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз.